Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін дәмі өте керемет болып шығатын, ерекше болып шығатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Қысқа мен ылғи да осылай жабамын. Дәмі өте керемет болады. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетуді ұмытып кетпеңіздер. Бізге қажет болады 3 кг помидор, 1,5 кг болгар бұрышы, 1 кг сәбіз, 1 пиала майымыз, лавр жапырағы, қара бұрыш, пиязымыз, чесногымыз 2 бас, және де қабығынан аршылған баклажанымыз қажет болады. Мінекей барлығында осылай ет тартқыштың көмегімен өткізіп аласыздар. Дәл осылай. Мінекей мен барлығында ет тартқыштың көмегімен өткізіп дайындап алдым. Мен де пиязды ғана көбіктеп турадым. Мінекей. Ең алдымен қызып тұрған майымызға 1 пиала майымызды құятын боламыз. Оның үстіне пиязымызды салып, қызарғанша қуырып алатын боламыз. Оның үстіне баклажанымызды салатын боламыз. Баклажанымызды ет тартқыштан өткізген кезде оның суы шығады, суын төгіп тастаңыздар. Достар, бұл жерде бізде пияз бен баклажанымыз ғана қуырылады. Басқа көкөністеріміздің барлығын үстінен құйып, қайнатып алатын боламыз. Сәбізімді, болгарскийімді, помидорымды салдым. Бәрін жақсылап араластырып, қайнауын күтетін боламыз. Мінекей достар, менде қайнап шықты. Енді кезекте бетіне лавр жапырағын және де қара бұрышымызды салып, дәміне қарай, татымына қарай тұзын салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз тағы да. Мінекей қаппағын жауып, тағы да кішкене қайнауын күтеміз. Мінекей менде қайнап жатыр, үстіне укропымды салдым. Менде морозильникте қатырылған укроп болды, соны салып шықтым. Мінекей. Енді кезекте 2 сағатқа жай отта қайнатып алатын боламыз. Мінекей достар, менің салатым дайын, 2 сағат қайнап шықты. Дәмі өте керемет болды, ерекше. Сіздер де жасап көріңіздер, қысқа сақтасаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Енді кезекте банкаларымның бәрін парлап алдым. Осылай шайнектің үстіне қойып, крышкамды қайнаған суға салып алдым. Осылай 3-4 минутқа буда парлаймын. Одан кейін жаңағы дайын болған салатымызды парланған банкаларыма құйып шықтым. Менде 4 литр салат шықты. Сіздерде бұдан көптеу қылып жасасаңыздар да болады. Мен қазаным кішкентай болғандықтан кішірек қылып жасадым. Көлеміне қарай. Қасықтың көмегімен арасындағы ауаларды шығарып аласыздар. Ол да банкінің атылмауына бірден-бір себебін тигізеді. Мінекей достар, менің өте дәмді ерекше салатым дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Достар, менің парақшама тіркеліп, каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Сау болыңыздар.